Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен өзендегі қозғалыс тақырыбын қарастырамыз. Енді неге өзендегін ерекше қарастырады? Қайық өзенмен жүретін кезде, өзенмен бірінші көлдің айырмашылығын анықтап алайық. Өзен деген не? Өзен деген ол ағысы бар су, яғни ағыны бар оның. Ол бір жерден екінші жерге әкеліп құяды. Мысалы, таудан төмен қарай, не жоғарыдан төмен қарай құяды. Енді біз Ертіс өзенін білеміз, Жайық өзенін білеміз, Сырдарияны білеміз, Қазақстандағы өзендер. Жаңағы Ефрат деген Ніл өзені бар, ең ұзын өзен. Демек, бұл өзендердің ерекшелігі ол жерде ағыс бар екен. Демек, қайық ағыспен жүзіп жатқан кезде оның астындағы нәрседе қозғалып жатады. Ол ана торговый центрлар бар ғой бізде, мега сияқты, сол жердегі эскалаторлар сияқты да, немесе метродағы енді әртүрлі жерлерде кездеседі. Эскалаторда сіз егер эскалатор жоғары қарай, төмен қарай жүріп бара жатса, эскалатор төмен қарай түседі, және сіз де түсіп бара жатсыз бірге. Яғни сіз бір орында тұрған жоқсыз, сіз де түстіңіз. Сіздің жылдамдығыңыз не істейді, одан сайын өседі. Өйткені сіздің жылдамдығыңыз бар түсіп келе жатқан, және эскалатордың жылдамдығы бар. Сіз мына суретте көрсетілгендей, Енді қайық өзенмен жүрген кезде тура солай. Астындағы өзен как дорожка сияқты су ағып жатыр, ол да жүргізіп жатыр қайықты, және қайықтың өзінің моторы бар, Сол арқылы қайық ағыспен жүрген кезде оның жылдамдықтары не істейді екен? Артады деген сөз, демек екеуінің қосылады. Мысалы, ағыстың жылдамдығы 2 км/сағат болсын, қайықтың меншікті жылдамдығы, яғни өзінің деген сөз ғой. Қайықтың меншікті, собственная дейді, яғни өзінің жылдамдығы 15 км/сағат болсын да, сонда ол өзенмен бірге жүзетін кезде, оның өзеннің жылдамдығы оған қосылады да, 17 км/сағат болады екен жылдамдығы. Ал егер керісінше, мысалы мен жоғары қарай барғым келді өзенмен, қайықпен. Сол кезде, егер мен қайыққа қарсы жүзетін болсам, өзенге қарсы жүзетін болсам, өзеннің ағысы азайтылады. Өйткені мен алдыға қарай жүзем, ал өзен мен артқа қарай итеріп тастай береді. Жаңағы тура эскалатор сияқты ғой, мысалы, төмен қарай түсетін эскалаторға сіз бір эксперимент жасайын деп, жоғары қарай мінсеңіз, бүкіл күшіңізбен жүгірем деп. Сіздің қарапайым лестницамен жүрген кезде сіздің жылдамдығыңыз азайып қалады. Өйткені сіз 2-3 шаг жасаған кезде сізді эскалатор артқа қарай жүргізіп отырады да. Тура сол сияқты өзенде де сондай. Енді демек ол кезде азайтылады. Сіз 15 км/сағат меншікті жылдамдықпен жоғары қарай жүзетін болсаңыз, қайық өзеннің жылдамдығы 2 км/сағат болатын болса, сіздің жылдамдығыңыз ағысқа қарсы, ол 13 км/сағат болады. Өйткені ол қарсы болған кезде азайтылады екен. Енді бір есептердің мысалдарында көрсек, тура осындай берілгенмен. Қайық меншіктің жылдамдығы 15 км/сағат, өзеннің жылдамдығы 2 км/сағат, 2 сағат өзен бойымен бірге. Қайық жүзді дейік. Бір нүктеден екінші нүктеге 2 сағатта барды. Демек, ол ағыспен бірге болғандықтан екеуін қосасыз бірінші, сөйтіп ағыспен бірге жылдамдығын тауып аламыз. 17 км/сағат болды, және қашықтықты табу үшін екеуін көбейтеміз. Уақытпен жылдамдықты 17 км/сағатты, яғни S тең V көбейтілген Т ғой. Сол формула арқылы 17-ні 2-ке көбейтетін болсақ, сонда 34 км жүзіп шығады. Сонда қашықтықты жүреді. Мықты математик болып, есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер, пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Ағыспен жылдамдығы 20 км/сағат дейді. Ал ағыстың жылдамдығы 3 км/сағат дейді. Ағыспен бірге деп. Яғни оның ішінде V бірге деп алатын болсақ, онда оның ішінде қайықтың да жылдамдығы бар, және ағыстың да жылдамдығы бар. Және екеуі олар қосылған. Ал егер кейде мысалы қарсы деп береді. Ағысқа қарсы жылдамдығы 12 км/сағат дейді. Ағыстың жылдамдығы 3 км/сағат десе, біз меншікті жылдамдығын табу үшін керісінше қосамыз. Өйткені бізге ағысқа қарсы дегеннің ішінде қайықтан ағыстың жылдамдығы не істеп тұр? Азайтылып тұр, уже берілгенде азайтылып тұр. Демек, керісінше меншіктісін табу үшін, қайықтың өзінің жылдамдығын табу үшін біз аламыз да, жаңағы 12-ге 3-ті қосамыз. Сөйтіп 15 км/сағат меншікті жылдамдығы болады. Және ағыспен бірге болып тап десе бізге, онда тағы да 3-ті қосамыз меншіктіге.
осы нәрсе сіздерде жақсылап ажырата білулеріңіз керек. Меншікті жылдамдығы қайсы, ағыспен бірге қайсы, ағысқа қарсы қайсы. Меншікті ағысқа қарсы жылдамдығы 12 км сағат, меншікті жылдамдығы 15 км сағат болды, өйткені ағыстың жылдамдығы 3 км сағат еді. Және де ағыспен бірге ол 18 км сағат болды. Және де мынандай нәрсені береді сіздерге. Егер бізге ағыспен бірге жылдамдығы 16 км сағат болсын, ал ағысқа қарсы 12 км сағат болсын. Осы екеуі ғана берілген. Яғни жоғары қарай, и төмен қарай. Яғни меншікті жылдамдығы берілмеген, ағыстың жылдамдығы берілмеген. Бұл кезде біз қалай табамыз? Біз бірге және ағыспен бірге жылдамдығын ағысқа қарсы жылдамдыққа қоссақ, 28 шығады ғой. Біз екеуін қосқан кезде ол екі меншікті жылдамдықты береді. Екі меншікті жылдамдықты береді. Сонда бір меншікті жылдамдығы қайықтың ол 28-ді 2-ге бөлеміз. Сол кезде 14 км сағат болады екен. Ал ағыстың жылдамдығы ол азайтып 2-ге бөлеміз. Біз бағана қосып 2-ге бөлдік қой меншікті жылдамдықты табатын кезде. Ал бұл жолы уже азайтып 2-ге бөлеміз. 16 км сағаттан 12 км сағатта азайтсақ 4 км сағат болады. Және оны 2-ге бөлуді ұмытып кетпеу керек. Сонда есептің жауабы меншікті жылдамдығы 14 км сағат, қайықтікі 2 екен. Бағанағы есептің шартына тексеріп көрейікші, сәйкес келе ме? Ағыспен бірге болған кезде 14-ке 2-ні қоссақ 16 км сағат, ал ағысқа қарсы болған кезде 14-тен 2-ні азайтсақ 12 км сағат. Есептің жауабына келіп тұр, шартына. Осы жерде қандай қателік жасайды балалар? Ол 16-тан ағыстың жылдамдығын табу үшін 12-ні азайта салады жай ғана. Ол 4 км сағат болса, мысалы жарайды болды дейік. Онда меншіктісі қанша деген сұрақ туындайды. Меншіктісі 12 деуіміз мүмкін. Жақсы, 12-ке 4-ті қостым, 16 шықты ағыспен бірге. Бірақ ағысқа қарсы ол 12 қалай шығады? Ол қарсысы 12 ғой, қарсы жылдамдығы. Яғни осындай қателіктерді жасамау керек.